Хей достар, осы видео басталмай тұрып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазыңыздар. Және достар, осы видео жай ғана перевод. Осы видеоның оригиналы описанияда болады. Сәлем, менің атым Артем. Менде шын құйрығым өскен. Бәрін басынан бастап айтайын. Мен Белоруссияның астанасында тұрамын. Оның аты Минск. Мен 14 жастамын. Мен мектепте жақсы көретін, менде де көп достарым болған. Сол достармен көп уақыт өткізетінмін. Мен жақсы оқимын, бірақ та жақсырақ оқи алатынмын. Отбасында да барлығы жақсы. Менде әкем мен анам болды. Олар мені жақсы көретін. Мен де оларды жақсы көремін. Барлығы өте жақсы сияқты. Бірақ та кіші кезімнен бастап менде қасиетім бар. Мен кішкентай құйрықпен туылдым. Менің ата-анам оны алып тастай алатын. Бір нәрседен менің апам жоқ деді. Өйткені ол маған жаман болады деген. Соның кесірінен мен өмір бойы құйрықпен жүрмін. Мен өстім, сонымен бірге құйрық та өсті. Оның барлығы әдемі көрінбеді, өте жаман көрінеді. Осы затты мен тығып жүргенмін. Негізінде осындай заттар адамдарда көп болады. Сіздерге қызық болса интернетте қарауға болады. Ол иттің немесе мысықтікіне ұқсамайды. Кішкене маймылдікіне ұқсайды. Және де мен онымен жыбырлай алмаймын. Ғалымдар ойлайды, бұл құйрық адамда бұрын болған деп. Менің ешқай досым осы құйрық туралы білмейтін. Мен құйрығымды футболкамен немесе де шалбармен тығатынмын. Бір күні барлығы өзгерген. Дене шынықтыру сабағында мен соңғы болып киініп жатқанмын. Сондай сабақта барлығы кеткенде мен киінетінмін. Бір кезде менің досым кіріп кетті. Ол сумкасын ұмытып кеткен. Содан кейін ол шошып кетті. Менің құйрығымды көре салып, шайтан деп айғалап шығып кетті. Мен тез киінейін дегем, бірақ та есіктің алдында сыныптастарым тұрып алды. Барлығы тыныш менің арқама қарап тұрды. Мұғалім бәріне кетіңдер деп айғалаған. Содан кейін маған тез киін деген. Кейбір достарым менен қорқып қашып жүрген. Менің артында барлығы мен туралы айтып отырған. Бірінші күндері сыныптастарым менімен сөйлескісі келмеді. Және де мектептегі балалар. Менің құйрығым туралы барлығы тез біле бастаған. Және де әр бала менен қорқып жүрді. Содан кейін жаман қараған. Осыдан кейін барлығы құйрығым қайда тұрғанын іздеген. Мені ешкім тиіспейді, сол да жақсы. Бірақ та бір аптадан кейін балалар мені шайтан емес екенін білді де мазақтай бастады. Менімен әлі де сөйлеспей жүрген. Қорқудан емес, жай жыныстағаннан. Мені мазақтай бастаған, және де маймыл деген. Содан кейін бір бала менен шалбарды шешейін деген. Соның кесірінен мен мектепке барғым да келмеді. Мен анама жылап тұрып айттым, бармаймын деп. Соның кесірінен ата-анам директорға барған. Директор күліп, білмеймін деді де, бұл жай ғана балалар деген. Содан кейін мен басқа мектепке көшірді. Сол мектепке кәдімгі бала сияқты қарады. Бұрынғыны еске түскеннен кейін мен ешкіммен сөйлеспей қойдым. Сіз менің орнымда болсаңдар не істейтін едіңдер?